Кемел Тоқаевтың 100 жылдығына арналған халықаралық аламан бәйгеде алтыншы орын алған Әмірхан Төребек, Жамбыл облысы. Алтыншы орында тоңазытқыш, өте қымбат тоңазытқыш. 5-ші орын алған Қабыл Айтқабыл, Жетісу облысы. Және де мотоциклмен марапатталған құрметті ағайын, қошеметтеріңіз. Халықаралық аламан бәйгеде 4-ші орын алған Сайлауғали Асылхан, Ақтөбе облысы. Қонақжайлық танытып қошемет ұрайық қареке. Және арнайы квадроциклмен марапатталған құрметті ағайын. Сондай-ақ аламан бәйгеде 3-ші орын алған Аңсар Арыстанбек, Алматы облысы. 3-ші орынға Нива автокөлігі. Қошеметтеріңіз бар ма? Халықаралық аламан бәйгеде 2-ші орын алған Әлішер Тілек, Алматы облысы. Toyota Hilux автокөлігі. Қошеметтеріңіз болсын. Енді сертификат бір бөлікке ғана дайындалған, бірақ қазір жаңағы шешім бойынша қордың ұйымдастыруымен өздеріңіз естіп жатырсыздар. 1-ші орында келген 2 шабандоздарымызға бірдей жүлде тігіліп отырған білесіздер. Олай болса 1-ші орындар. 1-ші орын емес, 1-ші орындар. Бекзат Ділдахан, Алматы облысы. Хамза Амангелді, Жетісу облысы. Атамыздың атынан қосылған атміне басшылығы ие болды. Қошеметтеріңіз. Екеуіне де Toyota Land Cruiser 300 автокөлік сыйға тартылады. Қошемет. Ағайын, бұл біздің екі облыстың жеңісі емес, бұл барша қазақ елінің жеңісі. Шабандоздарымызға қошеметтеріңіз болсын ағайын. Жеңістеріңіз құтты болсын. Жеңісті күндерде ғана қауышайық ағайын.